өте дәмді самса жасайтын боламыз. Ол өте дәмді болады және де жұмсақ болады. Жасап көріңіздер. Бізге қатпалы қамыр керек болады. Мен дайынын алдым. Дүкеннен дайынын алсаңыздар болады. Немесе өзіңіз жасауыңызға болады. Сіздерге фарш қажет болады және де пияз қажет болады. Пиязымыздың жартысын кесеміз. Осылай дәл видеодағыдай төртбұрышты қылып кесеміз. Міне осылай кесіп алдық. Фаршымызға пиязымызды саламыз. Шым-шым тұз қосамыз және де бұрыш қосамыз. Сосын бәрін араластырамыз. Қамырды төртбұрышты қылып кесеміз. Самсаны үшбұрышты қылып түйеміз. Және де осындай домалақ қылып аламыз. Енді жаямыз. Жабыспауы үшін астына ұн себеміз.
Осындай пергамент қағазымызға самсамызды саламыз. Самсаны дәл видеодағыдай салу қажет. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. 180 градуста 50 минутта піседі. Самсамыз пісті, өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса, лайктарыңызды қойыңыздар және де комментарий жазыңыздар. Ас болсын.